Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне мынау ағаш карлик емес, бірақ мына обрезка кесу арқылы бой сақталып тұр. Былтыр бір кескен болатын өзім. Биыл қатты өскен екен, өте биік. Бұтақтар жерде жатыр. Бұтақтар жерде жатыр. Осындай форма келтірдік. Міне негізі арасына қарасаңыздар, мына жоқ бұтақтар кесілді. Қазір бәрі 2-3 міне. Ал енді келер жылы не болады деген сұрақ. Келер жылы мына бұтақ алынады. Мына бұтақ алынады. Мына жерден былай көрсетейін. Көрдіңіздер? Сосын мына бұтақтың біреуі қалдырылады. Міне жоғарысынан алсам келесі алынуы мүмкін. Сосын мына жердегі біреуі алынады. Сосын мына жуан бұтақ тұр ғой мына. Сол да кетеді. Яғни мына қазір кесе тәріздер міне былай отыр, көрдіңіздер? Әдемі шықты. Егер де бұрын бірақ өте тамыр жүйесі өте мықты болғандықтан ол өте жылдам өседі. Сол үшін жазда кесу міндетті түрде талап етіледі. Өйткені сіздер қазір біреуін көрсеңіз, жазда қанша былтырғы, жазда қанша өскен міне. Найзаны көрдіңіздер ме? Қанша сантиметр? Мынаның бойы қазір мен бойым өлшеп көрсеткен. Бой 1,75 болса, мынау 1,5 метр өсіп кеткен ғой. Яғни өте бел тамыр жүйесі өте мықты. Күн сәулесі түсіп, ылғал жетіліп топырақты қоректермен жетсе, сұмдық өседі деген 1,5 метрге. Яғни бұл жазға обрезканы талап етеді деген сөз, жазда кесуді. Міне. Түрі қазір осындай болды. Төбесінде қарасаңыздар, күн сәулесі түседі, бәрі жақсы. Мына 3 жуан бұтақ алынды мына жерден. Сосын тағы да бір мына жерде мына ағаштар болған, мына биыл 2-ші жыл кестім бұларды. Көрдіңіздер, бұл биыл 2-ші рет түсірдім. Мынау шамамен қазір төмен қарап 1,5 метрдей түсті ғой. Былтырғыдан салыстырған кезде. Мына ағашта да сөйтіп түсірілді. Мына ағашта негізі бұл дәстүрлі ағаштар, карлик емес. Сол үшін өте қатты өседі. Жазғы кесуде талап етіледі. Мына жұмыс өте көп болды. Төмен жағын қарайтын болсақ қазір. Көрдіңіздер, төмен жақ қанша бұтақтарды кестім.